Бүгінгі Қазақстан жері ежелгі тұрғындар мен халықтар ен жайлаған құтты қоныс тарихи мекен. Бабаларымыз осынау сайын даланы емен жайлап, еркін көсіле жүріп, дала өркениетін қалыптастырды. Көненің көшіне көз салсақ, сақ, түркі, ғұн баласының ықылым заманнан бергі талай тағдыры тек осы даламен байланысты. Ұлы дала кешегі өткен тарихтың киелі кітап іспетті. Ұлы дала бабаларымыздың баға жетпес жәдігерлері сақталған алып қазынасы, таусылмайтын мәңгілік мұрағаты. Көне дүниенің көмбесін ақтарып, тарихын түгендеп жүрген археолог ғалымдарымыз бұл өлкені адамзаттың аяғы басқан кездерден бастап металл өңдеуді игеріп, жылқыны үйретіп, қала салып, өркениет орнатқандығын дәлелдеп берді. Қазақ даласындағы сақ қорғандарын қазу барысында табылған құнды жәдігерлер ертедегі көшпенділердің аң стиль үлгісіндегі туындыларын танып білуге үлкен мүмкіндік туғызды. Қазіргі уақытқа жеткен жануарлардың бейнесін біз адамзат тарихының ең ерте кезеңнен ақ білгенімізбен аң стилін ерте темір дәуіріндегі алғашқы далалық мемлекеттер дәуірінің мұрасы ретінде еш нәрсемен салыстыру мүмкін еместігіне көзіміз жетті. Көне заман көшпенділері әлемде теңдесі жоқ алабөтен жаңа жанр аң стилін өмірге әкелді. Аң стилінің басты ерекшелігі жан-жануарды әрекет үстінде, кейде апатия жағдайда, енді бірде мептік тұрғыдан бейнелеп бедерлеуінде. Аң стилі дегеніміз көрінген жануарды бейнелей беру емес. Мұнда заңдылық бар, тәртіп бар. Ежелгі сақтар өзінің ою өрнегіне тек 14 хайуанның бейнесін бедерлепті. Олар барыс, бұғы, аю, қасқыр, бүркіт, таутеке тағы басқалар. Ерте темір дәуірінде Қазақстанның әр аймағын мекендеген сақтардан қалған әйгілі археологиялық ескерткіштер Бесшатыр, Есік, Шілікті, Берел қорғандары және Тасмала мәдениеті жөнінде кеңінен мәліметтер ала отырып, Қазақстан аумағынан табылған алтын адамдар мен оларды тапқан археолог ғалымдардың қазба жұмыстарынан хабардар боламыз. Алтын киім байлықтың ғана белгісі емес, ол болашаққа қат. Неге алтынмен аптап көмген? Себебі біздің аталарымыз алтынның шірмейтінін, алтынның тот баспайтынын білген. Сол алтын киімді кісілерге қарап отырып, аталарымыздың кім болғанын, қалай өмір сүргені, ең соңғы тарихына дейін танып отырмыз. Бұл нақыштар сақтардың аң стилі негізінде жасалған әшекей бұйымдары түрінде ертедегі ата-бабаларымыздың таңғажайып зергерлік өнерінің ең озық көркем үлгілерін паш етумен шектелмей, сонымен қатар олардың рухани дүниетанымдық көкжиегінің ұлы даладай кеңдігінен тылсым сыр шертеді. Суретші, реставратор Қырым Алтынбеков бір алтын адамның өзінен ақ біздің тарихымыз бен мәдениетімізді оқып шығуға болады. Бір ғана кісіге алтын киім дайындау қанша тұрады білесіз бе? Сол заман үшін Египеттің орташалау бір пирамидасына пара-пар ақша, күш кетеді деген. Міне біздің сақ іскектер осыншама бай тұрған. Алтын киім сақтардың ғылымы қандай деңгейде болғанын айшықтайтын айғақтар. Мысалы, шіліктіден табылған 3-ші алтын адамның шалбары адам шашындай жіңішке алтын жіптермен тоқылған. Ал үстіндегі әшекейлердің кейбірі алақандай болса, енді бірі иненің жасуындай. Сол 1 миллиметрге жетер-жетпес бұйымдарға өрнек түсірген. Қазақта сөз бар ғой, құмырсқаны тағалағандай дейтін. Қазіргі нанотехнологияның көмегімен ғана жасалатын дүниелерді сақтар сонау ғасырларда ақ меңгеріп алған. Аң стилі ғылым өнердің ғана емес, металл игерудегі бабалар мүмкіндігін көрсетеді. Яғни ол кезде металлургияның болғанын дәлелдейді. Осыған қарап сақтар қандай үкімет, қандай империя құрғанын көруге болады. Бұл ретте аң стилі бабаларымыздың айрықша жоғары өндірістік тәжірибесі болғанын көрсетеді. Олар оюлап кескіндеуді, металлмен жұмыс істеудің техникасын, соның ішінде мыс пен қоладан балқымалар жасаудың және құймалар құюдың, жайма алтын дайындаудың күрделі әдістерін жақсы меңгерген. Жалпы аң стилі феномені әлемдік өнердегі биік белестердің бірі саналады. Құрметті оқырмандар,
ұлы даламыздың қасиетті де киелі мұраларға бай тарихын қастерлеп, болашақ ұрпақтарға жеткізе білейік.